Так. Кіре бастадық. Сұрақ қойсаңыздар болады. Өте жақсы әдемі әңгіме айтылып жатыр. Көрсеңіздер, Абайдың жаңағы Зере Абайды қалай тәрбиеледі, Құнанбайдың өмірінен, тарихынан берілген көптеген жақсы әңгімелер айтылды. Қазір сұрақтарыңыз болса, осы маманға қойсаңыздар болады. Өйткені бұл кісі сол еңбектерін аударған. Қазір запрос жасаймыз. Так. Бүгінгі дәл қазіргі уақытта бала психологиясын алып қарайтын болсақ, енді қазір барлығы үйде отыр ғой, енді барлығы ата-аналар балалармен. Бірақ балалар ата-аналарды ұстай алмай жатырмыз. Бұрынғының балалары басқа, бүгінгінің балалары басқа. Заманауи дәл қазіргі балалардың психологиясы мүлдем басқа, бұрынғыға келмейді деген әңгіме айтылып жатыр қазір. Осындай сұрақтар қойылып жатыр. Құрметті оқырмандар, тыңдармандар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Сұрақтарыңызға жауап берейік. Өте көп мәнді мағыналы әңгімелер айтылып жатыр мұнда қазір. Бұл сұраққа Абай атамыздың жаңағы заманды қай жан билемек дейтін тотықұс түсті көбелек деген өлеңі бар Абай атамызда. Сонда айтады ғой. Заманды қай жан билемек, заманға жаман күйлемек дейді. Яғни заманға күйлеу деген сөз, заманға бүкіл ырқын беру деген сөз. Бүкіл ырқын заманға беру. Бүгінгі біздің замандастарымыздың ішіндегі заманды жамандап, өзінің кемшіліктерін заманнан көретін тенденцияны Абай бірақ ауыз сөзбен заманға жаман күйлемек дейді. Ал осы жамандықтан қалай құтыламыз деген мәселеде тағы жауап береді. Заманды билеу керек дейді. Заманды билеу деген сөз, сен қолыңа билік алу деген сөз емес. Заманды меңгеру деген сөз. Шынында, сол жерде Китаби Тастек 38-ші қара сөзінде айтатын жақсы мәселелер бар. Оны айтпас бұрын тағы қазақтың бір қысқаша түсінігін айтып кетейік. Құдай сүйер қылығы жоқ деген қазақта сөз бар. Ал құдай сүйетін қылық деген қандай қылық деген кезде Абайдың жаңағы Китаби Тастек 38-ші қара сөзіне қарауға болады. Сонда айтады, фиғыл құдаға фиғыл ертпек дейді. Фиғыл деген сипат деген сөз, бірінші фиғыл деген. Құдаға деген Құдай тағалаға деген сөз. Фиғыл ерту дейді, іс әрекетіңді ұқсату деген сөз. Яғни бұл нәрсе біздің ежелгі сопылықта да бар екен. Өткенде мен Досай Кенжетай ағаның жазбасынан оқыдым. Бұнда сопылықта ғылыми негізі бар дүние екен бұл. Яғни Алла тағала әсемдікті жақсы көреді. Хадистерде бар бұл сұлулықты жақсы көреді деген. Тура сол сияқты Алла тағаланың әділ сипаты бар. Демек әділ адамды Алла тағала жақсы көреді. Алла тағаланың ғылым сипаты бар. Алла тағала ғалым адамды жақсы көреді. Хадистерде де бұл алшақ нәрсе емес. Діниде негізі бар нәрсе. Ал философиялықта негізі бар нәрсе. Бұл адамды өте үлкен биік деңгейлерге, яғни мұрат қояды, алдыға мақсат қояды. Өзін жетілдіру үшін. Бұл Абай атамыз өзі айтатын кәміл инсан, толық адамның жетудің бір концепциялар. Әрине, Абай атамыз толық адамға жетудің концепциялары көп. Ақтарып қарасақ, ол қара сөздерінде, өлеңдерінде. Соның біреуі осы, біреуі және соның ішіндегі өте маңыздысы, айналып өтуге болмайтын. Алла тағаланың сипаттарына сипат ерту деген мәселе. Тура осы мәселені біз қолға алып, осы Алла тағаланың сипаттарына қараңыз, 99 түрлі сипаты бар екен. Ал енді соны біз
міне осыны айтып отырған менің өзімді мысалы жаңағы қара басымызда кемшілік жетіп артылады. Соны ойлап мен таң қалдым. Мынау қандай керемет бір ғылыми концепцияға айналдыратын дүние. Осыны бүгінгі таңда әрбір ата-ана қолға алатын болса, ол баланың бүкіл емін табады. Заманауи ма, ол дәстүрлі ма, ол жаңа батыстық па, келген ағымдардан шығу тегіне, заманына қарамастан оның емі табылар еді деп ойлаймын. Проблеманың көнесі және жаңасы болмайды. Ол сүріп жатқан дәуірде бар нәрсе ме, сол дәуірде оның емі табылады. Және біз оны тарихи тәжірибені зорлап таңудан аулақпыз. Айтып жатқан әңгімемізде біз тарихи тәжірибемізді бүгінгі күнге пайдалануға ұсыныс ретінде. Соның ішіне біз өзіміз баламызға қайсы сәйкес еді деп қабылдасақ, соны аламыз. Анау Абай атамыз айтады ғой, бірінші қара сөзінде. Кім керек деп тапса, жазып алсын, я оқысын. Керек емес десе, өз сөзім өзімдікі дедім де қалдым. Ақыры осыған байладым дейді. Бұл жерде ғылым бағу мәселесін айтып жатыр. Ал тура осы бірінші қара сөзде Абай атамыз айтатын астарындағы мәселе бар. Ол өзінің бағытын өзін тануға жұмыс жасау адам. Жаңа тексеріп келеді, ғылым бағу, ел бағу, бес бағуды айтады. Бұл әрине талдаса үлкен тақырыптарға кіріп кетуге болады әрине. Дей тұрғанмен бала тәрбиесіне қатысты жеріне келген кезде осы жерде айтады. Баланы бағу дейді, жоқ баға алмаймын дейді. Абай тура бүгінгі ата-ананың кейпіне келіп жазып отыр. Жоқ, мен баға алмаймын дейді. Онымен анадар айналысады дейді ғой, яғни. Ұстаз айналысады, балабақшаның тәрбиешісі айналысады дейді. Бірақ сөйте отыра ол өзінің қолынан, қараңыз, Абай атамыз Әбдірахмандай керемет интеллект тұлғаны тәрбиелеп шығарады. Шәкәрімнің тәрбиесіне айналысқан. Шәкәрімнің өнерлі болуына, Шәкәрімнің қажыға баруына, ол кісінің қажылықтың жолынан кітаптар алып келуіне көп жөн жоба ұсынған кісі. Яғни рухани ұстаз болды. Және Мағауияны тәрбиелеген кісі. Бүкіл ел Абай жоқта осы Мағауияға күні түсетін болған. Сонда осындай интеллектті азаматтарды тәрбиелеген Абай бала тәрбиелеу мәселесінде жоқ деп отырғаны ол. Көпшіліктің халын жазып отыр. Өзінің халын емес. Ал осы жерде Абай атамыз 5 мәселені қозғайды. 5 сауал қояды. Сол сауалдың ішінде жауапқа қарасаңыз, қалай тәрбиелеу, кімге қосу, жаңағы орта мәселесі, қалай тәрбиелеу, тәрбие методы, оның кім бол деп тәрбиелеу, оның мақсат мұраттарын қойып беру алдына, қай елге қосу, қай қарекетке қосу деген мәселелердің барлығы бұл ата-ананы бейжай қалдырмайтын мәселелер. Осы мәселелердің төңірегінде толық ойланған адам бүгінгі бала тәрбиесінің де қыр-сырын табады деп ойлаймын. Өйткені Абай атамыздың заманында бұған тиісті оқулықтар, әдебиеттер тізімі тапшы болатын болса, бүгінгі күнде оқулықтармен қатар видео ресурстар, интернет ресурстары жетіп жатыр, бағдарламалар, телеарна. Сондықтан бұл жерде негізі көбінде мынау бала тәрбиесіне немқұрайды қараймыз да, өзімізді ақтап алуға тырысамыз. Мынау нәпсімізді. Мен өзімнің көзқарасым осылай деп баға берем. Және өзім осы мәселені жиі көрем. Өзімізде де болған мәселелер әрине. Осы Абайдан кейін сондай көптеген дерттерімізден құтылып жатқан жайымыз бар. Жақсы, тамаша. Қай тақырыпта, баламен қай тақырыпта сөйлесу керек, қандай әңгіме айту керек, тәрбиелеу үшін, баланың санасын, түйсігін ашу үшін деп сұрақ қойды жоғарыда. Жаңа ер азамат екен, Ғабит мырза хабарласып жазды. Енді бұл жерде біз сөз қозғап отырған қайнарымыз Құнанбай атамыздың төңірегі, Абай атамыздың төңірегі болғандықтан, мен сол кісілердің төңірегіндегі мен кәне шектеліп бірер ауыз айтып көрейін. Жаңағы неміздің, біліміміздің жеткенше. Мынау Құнанбай атамыз медресе салдырады, сол медресеге Бұхара Шәріптен кітап алдырып тұрған. Ескі Там деген медресе салдырды дедік қой, 50-ші жылы. Сол медресеге
алдырған кітаптарынан ішінде әдеби кітаптар да болған. Сол әдеби кітаптарды Абайға оқыттырып, өзі де оқып тыңдап отыратын болған. Бұл Абай жолы роман эпопеясында да көрініс табады бұл эпизод. Бірінші томда. Ал енді Абайдың өзі баламен қандай әңгіме құрды десеңіз, екінші, Құнанбайдың тағы бір әңгіме құрған мәселесі бар. Бұл балаға пайдалы білімдерді баламен қатар отырып алу мәселесі. Ал енді бір мәселе бар, бірге жүріп өзі өнеге көрсетіп, сол жерде, сол мәжілістің ішінде, сол жүріс-тұрыстың ішінде баланы алып жүру мәселесі. Ол кішкене ересейгенде, яғни 13-14 жасына келгенде, медреседен келгенде қарқаралыға алып келіп бір қыз даушардың ішінде болды дедік қой, сол мәселеде. Сонда ол 13-14 жастағы мәселе, 15 жастың шамасындағы баланың деңгейіне керекті мәселе. Ал енді мынау Абай атамызда бұл кісі өзі мынау сырты той, іші думан деп оспанды суреттегеніндей, өзінің де солай ғылым мәжілістері болған Абайдың. Ғылыми сұхбаттар. Бүгінгі күнде мынау шетелде көбірек бар ғой ғылыми сұхбаттар дейтін. Бізде азайды, карантиннің бір несі деп айтсақ та болады, жақсы жағы деп. Бүгінде қай күні ғылым академиясының кісілері тікелей эфирден шығып жатыр екен. Бүгінгі мынау Төрәлі Қыдыр ағамыздың керемет Алтын Орда дәуіріндегі әдебиетке қатысты керемет эфирін тыңдадым. Және Досай ағаның діни танымдық философиялық эфирлері болып жатыр. Басқа да көптеген кісілер эфирлер жүргізіп жатыр. Бұл өте жақсы нәрсе. Осындай ғылым мәжілістерін ұйымдастыру әкесі өзі бас болып. Әрине ол баланың, мысалы 3-4 жасындағы балаға ол жарамайды. Ересек балаларға. Бұл оның интеллектуалдық деңгейін өсіреді. Сонымен қатар Абайдың тағы бір мәселесі болған. Өнерпаз адамдарды көбірек, спорттық адамдарды көбірек, яғни тоғызқұмалақ ойнайтын кісілерді, Көрпебай деген кісілер болған, тоғызқұмалақшы бір Сарттың келген керемет әңгімесі бар. Абай атамыздың үйіне келіп, қонып, оны жабылып, түннің ортасында Көрпебайды шақырып, керемет тоғызқұмалақшы, бәрін жеңіп кеткеннен кейін, енді тобықтыға беделді құмалақшыны алдырған ғой түннің ішінде. Міне бұл спорт, таза. Спортқа да адам осылай не қылды. Ал логикаға, спортқа, ал мынау аңшылық мәселесіне де солай. Құнанбай өз балаларының, Құнанбайдың балалары қарасаңыз, 13-14 атжалын тартып мінгеніне қаршыға салған. Ол Абайда да бар. Ол Абайдың ағасы Тәкежанда да бар, Құдайбердіде де бар, Шәкәрімде де бар, Құдайбердінің баласы. Бұл немереге дейін келіп тұр, бізге жеткен дерек. Құс салуды. Ол деген сөз түсті спорты мысалы. Ал атқа міну енді ол спортты айтпай-ақ қояйық. Қазақтың ол күнде күнделікті болатын спорттың түрі болған. Міне сонда қараңыз, ғылым мәжілісі, өнер ұйымдастыру, жаңағы баланың интеллектуалдық деңгейін дамытатын ойындар, спорттық ойындар, логикалық ойындар, соны спорттық шаралар ұйымдастыру. Және қазақтың ол кезде тойының кез келген спорттық шара бар. Сонда бұл мәселелер бүгінгі ата-аналарымыз не істесек болады деген кезде, үйінде отырсын, тоғызқұмалаққа табуға болады. Интернетте тұр. Және осы Нұрсұлтан қаласының жеткіншектері болу керек, тоғызқұмалақ деген әдемі ойын жасаған. Кезінде мынау Үммет газет сайтында программист жігіт Нұрдәулет деген сол жігіттің бауырлары сол тоғызқұмалақ ойынын жасады. Тоғызқұмалақ федерациясы бар ғой, сол немен бірлесе болады. Электрондық нұсқасы, смартфонға жүктеп алуға болады. Play Marketте бар, тоғызқұмалақ деп жазсаңыздар шығады. Міне осындай мәселелерді ұсынуға болады. Кітап оқуды ұсынуға болады. Абай атамыз үйінде үнемі кітап оқып отыратын болған. Мысалы Әбдірахманға да сол әсер етті, Мағауияға да сол әсер етті. Мағауия сол әкесінен көргенін істеп, Мағауия ғылым мәжілісін өткізетін болған. Мағауия өлең жыр, жаңағы жыршылар, қиса дастан айтушылар, қисашылар деп айтылады. Сосын әншілер керемет. Скрипка тартатындар, сол кездегі Мұқа деген сияқты, Мұқаметжан деген. Сондай адамдарды жинап, Абай, одан кейін оның сабақтастығы Мағауия жалғады. Әбдірахман әрине сыртта болды ғой.
Міне бұл Оспанның үйінде сондай болып жататын. Міне бұл біздің Абай не үшін интеллектуалды керемет жан-жақты тұлға болды деген мәселеге жауап береді. Құнанбайдың төңірегі, ал Абайдың балалары сол Абай ұйымдастырған осындай мәселелерден шыққандықтан, мысалы, Абайдың Әбубәкір деген баласы керемет өлеңші болған. Тап бермеде суырып айтатын, керемет дейді. Тілі сондай ашты болған дейді. Кәдімгі шағып алады жаңағы анау әділетсіз би болыстарды. Сондай сарказм, ысқаққа толы болған ғой. Ал оның өзі бір өнер ғой қазір, мысалы. Театр, дала театрының бірі деп айтуға болады. Әдеби сын деп айтуға да болады ар жағын. Ақындық деуге болады, жан-жақты қарастыруға болады. Міне, осындай тұлғаға тәрбиелеуге әсер еткен бала тәрбиесінің Абайдың жаңағындай мәжілістері, сондай бір көрегенділік істері. Бүгінгі карантинде отырған ата-аналарға да осыны бір ұсыныс ретінде айтып көруге болады. Мәселен, енді біз өзіміздің отбасында кітап оқу, сосын мынау жақсы нәрселерді ортаға салып оқып беру, би шешендердің биліктерін, шешендік сөздерін, сонымен қатар сол уақытта сіз болсаңыз не айтар едіңіз деген секілді жұмбақтап болады ғой. Мақал мәтелдер беру, сосын мынау біздің осы орайда айта кетейік, мақал мәтел деген инстаграмда парақша ашқанбыз, қазір 1000 адамға таяп қалды. Сол жерде мақал мәтелдерді, жаңағындай біз осы эфир барысында да бірталай мақал мәтел айттық қой, танымға қатысты. Соларды түсіндіріп береміз біз. Сонда бізде де мынау айып етпесеңіздер, ненің қуаты төмендеп қалды деп ескерту шығып жатыр. Да, маған. Иә. Менде ондай жоқ, жақсы. Сізде жақсы көрініп тұр ма негізі? Менде жақсы көрініп тұр. Менде де жақсы көрініп тұр. Мүмкін сол тыңдап отырған ол кісілердің өздерінде жақсы ұстамай тұрған шығар мүмкін. Жоқ, менде қуаты әлсіреді деп. Анау 20%-да ескерту жасайды ғой. 10%-да, 5%-да. Сіздікі ма? Иә. Мынау соңғы кездерде сондай бір несі пайда болып жүреді. Көркем мінез деп жатады. Толыққанды аша түссеңіздер. Қазір кездегі адамдар оңай мінезді аса ондай мінезді аса бағалай білмейді. Сол себепті көп адамдар сүмелек сорлыққа түсіп жатады. Момын жуас деп қазіргі заманға дейді. Енді ол көркем мінез дегенде ол өте үлкен тақырып. Оған кіріп кетсе біраз сөз айтуға болатын шығар енді. Абаймен енді оны бір көркем мінезді айта қоятындай бізде де керемет көркем мінезіміз болып тұрғаны шамалы. Енді барды бар, жоқты жоқ деп айту керек қой енді шынында да. Қазіргі адамның бәрі өзі жүйкесі жұқа, несі жұқа. Бірақ мынау қазір бір ауыз нәрсе айта аламын енді бұл жерде. Біз мінезді дегенде көбінде біз қазір оспадар мінездерді айтып жүрміз. Үйдей салатын мынау кімнің Әлихан Бөкейхановтың ұлтқа қызмет ету мінезден дейтін мәселесінде де біз кәдімгі кімнің тентек мінезі бар, кім сыңар езу, кім жаңағы не, соны кім көк жаңағы. Қазақ көк дейді ғой, айтқаннан қайтпайды. Сондай бар, соны кім мінез деп айтып жүрміз. Ал ондай күшті мінез Құнанбайда да болды, болмады емес, ел ұстаған кісілердің бәрінде бар. Құнанбайдың тағы бір сөзі бар, кімнің артықшылығы не болса, кемшілігі де сол дейтін. Шынында да сол сияқты мынау артықшылық, кемшілік әр адамның басында болады. Дей тұрғанмен бұл көркем мінез деген сөз балансын реттеу деген сөз. Мінезбен жаңағы қатал болатын жерде қатал, аямайтын жерде аямайтын, көрсететін жерде көрсететін, және әдепті болатын жерде әдепті болатын, мейірбан болатын жерде мейірбан болатын. Мен түсінгенде Абай төңірегіндегі көркем мінез қазіргі дейін мен бәрін білдім деп айта алмаймын, және кереметтей де білімім де жоқ. Сіздер бір ұсыныс жасағасын шығып отырған жайымыз болмаса, ақыл айта қояйық дейтіндей асып-тасып тұрған неміз жоқ. Бірақ бір байқағанымыз қазіргі дейінгі көргенімізден, шамалы оқығанымыздан көргеніміз осы. Бұл балансты сақтау. Яғни ашуланатын жерде, бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өнегесінде бар нәрсе. Ашуланатын жерде адам әдепті болам деп, көркем мінезді танытып, жұмсақтық танытып, ол нәрсеге иіліп кетуге дұрыс емес ол. Ал ашуланбайтын жерде ашу көрсету дұрыс емес болғаны сияқты.
Ал мынау шынында да жаңағы баланс дегеннен шығады. Қазақта тағы бір сөз бар. Жуастың бір тегі жаман деген тағы қазақта не сөз бар. Жуастың бір тегі. Ол жуас, бұл жаңағы мінезінің биязылығы емес. Ол жуас, өлі жуас, яғни басым мыжып кетсең үндемей жата беретін. Ондай жуас болу біздің ежелден ата бабаларымыз жаңағындай сөздермен айтқан оны. Оны бүгінгі заманда да ондай жуас болуды мен өз басым ондай кісілерден көп үміттенбеймін, және ондай кісілерден кішкене бойымызды аулақ салып жүреміз. Өйткені әр адам мінезді жұмсауда оның әділетінен хабаршысы болады. Яғни жақсылық жұмсайтын жерде ол жақсы мінезін көрсетпесе, жаман мінезін деп айтамыз ғой енді, жаңағы қатты болатын жерде қатты бола алмаса, ол да ол адамның кемшілігі деп ойлаймын енді. Мүмкін қате болар, мүмкін дұрыс болар. Жақсы онда, Лимана ханым, бүгінгі эфиріміз керемет болды. Сізге көп рахмет. Алдағы уақытта тағы да кездесеміз деп тағы да осындай эфирге шығып тұруға сізді шақырып тұрайық. Келіп тұрыңыз бізге. Рахмет. Осы орайда айта кетейік, біздің мынау пайдалы дұғалар аккаунтымызда Рамазанға қатысты эфир болады. Бұл да Рамазанның біз шариғи мәселелерін айтпаймыз. Оны имамдар, өзінің мамандары бар. Біз бабалар танымындағы Рамазан және бабалар танымындағы ораза деген екі мәселені айтатын боламыз. Осы алдағы уақытта жоспарымыз бар. Сол парақшада пайдалы дұғалар деген. Бұл Инстаграмда да, ВК әлеуметтік желісінде, сосын мынау Фейсбукта да арнаулы парақшаларымыз бар. Сол жерлерде жүретін болады. Осы жерге жазылып қарай аласыздар. Сондай бабалар танымындағы мәселелерді шамамыз келгенше бірер ауыз сөз айтуға, сол жерде жүздесуді нәсіп етсін. Мынау алдымен көрермен қауым бүгін өте жақсы белсенділік танытып жатыр. Бұл өте жақсы мәселе. Бала тәрбиесі немқұрайды қарайтын мәселе емес. Бұл өте жақсы. Және осыған себепкер болған Лимана ханым, сізге өте үлкен рахмет. Көп рахмет. Енді үлкен рахмет деген бұл өзі. Барат түні қысқағын айтып өтсеңіз үлгересіз ба? Бұл түн қасиетті түндердің біреуі. Бұл түнді жақсы құлшылықтармен өткізген абзал. Біздің мынау Сунна Кезет деген Сәдуақас Қажы Ғылмани мешітінің сайтын қарасаңыздар, сол жерге біз мақала салдық, кеше салғанбыз. Барат түнін қалай өткізуге болатыны жайлы. Сол жерде жақсы. Мен қазір пайдалы дұғаларға соның сілтемесін қоям. Барат түні қандай, не істеу керек ол түнде, қандай түн ол өзі. Қысқа ғана айта кетейін. Осы түнде биыл қайтыс болатын адамдардың тізімі жасалады, қажыға баратындардың тізімі жасалады. Енді осыдан ақ бұл түннің қандай керемет екені көрініп тұр ғой. Сондықтан бұл түннен қапы қалмайық деп айтқым келеді. Бәрімізге сондай бір қадірлі түн, жақсылыққа берекесі нәсіп болсын бізге. Жақсы онда, Лимана ханым. Парақшаңыз сіздің дұға. Дұға кезет. Дұға қаз дейді. Дұға қаз. Ортасында астыңғы сызықша бар. Жақсы, рахмет сізге көп. Алла разы болсын, еңбегіңіз жана берсін. Амин, рахмет.